Қыздар бізде құмыра терапиясы болып жатыр. Құмыра терапиясы маткадағы суықты сорады. Бала көтере алмай жүрген адам матканы көтереді, маткадағы суықты сорады. Жалпы іш құрылыстағы суықты сорады. Кіндікке тиген суық, ішкі органдарға тиген суықты сорады. Бұл әсіресе бала көтере алмай жүрген қыздарға, келіндерге әдемі жақсы көмектеседі. Матканы көтереді, маткадағы суықты алады. Құмыра терапиясы болып жатыр. Қолыңды маған бере ғой. Қарма, жақсылап, хорошо. Құлап кетпейсің, қорықпа, держи меня. Ой, молодец, молодец. Еще раз. Майды сүртіп қояқ, а то қолым бәрі май-май. Так, поехали еще раз. Держи меня. Ой, молодец. 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 Ақырын жатамыз. Баста өзі мына жерде екі точка и мына жерде бір точка. Когда вот стресс болғанда, одан кейін шейно-воротниковый зона қысылады ғой, мына жерлер қысыл, нерв болған кезде қысылады. Оны қазір массаж жасап бәрін жасаймыз, ашамыз. Спазмдарды, зажимдардың бәрін ашамыз. Одан кейін имбирный парафин қойып берем. Имбирный парафин қойып берем, өте жақсы әдемі болатын. Басқанда ауырады еді, үшін бәрі. Ой, қармаған жеріңіз жаны шығып болады. Қыздар, тізе ауырған кезде, тізе аяқ бастыртпай, аяқ бүгілмей ауырған кезде, тізенің өзіне, нақ өзіне массаж жасамаймыз. Мына чашкілерін қозғап, кейбіреулер массаж жасап жатады, ондай массаж болмайды. Тізе ауырған кезде, аяқ ауырған кезде тек қана маңайына жасаймыз. Тізенің айналасына жасаймыз. Чашкының өзін бұрып, әрлі-берлі массаж жасауға болмайды. Тек қана, міне біздің пациентіміз отырса, отыра алмайды. Міне. Мына жағының бәрі спазм, мына жақтың бәрі спазм. Чуть-чуть ауырады. Осылардың бәрін босатамыз. Аяқтан саннан бастап, мына сирақ аяқ табан бәріне массаж жасап шығамыз, бәрін босатамыз. Сол кезде результатын көрсетеміз. Міне, тізе бастыртпай, тізе қақсап ауырады дегендердің бәрінің проблемасы маңайында болады. Суық деген еще, бұған қазір біз тоже чуть-чуть здесь больно будет. Чуть-чуть больно будет, да. Здесь очень хорошая точка. Отсюда идет она, вот так прямо вниз идет она. Хорошая точка. Всегда надо массажировать. Чуть-чуть. Ага.
Так, имбирный парафинді шеше бастаймыз қолдан. Міне, іші жақсы терлеген. Міне жағын көрсетші. Көрдің, жақсы. Міне, терлер шығып жатыр да, жақсы терлеген. Осылай терлеу керек те, міне. Терлерің бәрі осылай терлесе жақсы. Көрдің? Міне. Көрдің? Міне жағын көрсетші. Аз-маз терлеген, мына жақсы ертең қойсақ, тағы да күшті терлейді. Тастаймыз. Жерлерін көрдің, жақсы терлегенде. Ертең қойсақ, бұдан да күшті тағы жақсы терлейді. Екі тізеге бірдей, тізеге парафин қойдық. Екі тізеге бірдей парафин қойдық. Қазір целлофанмен жауып тастаймыз. Бұл қыздырады қазір. Қыздырады. Тізедегі суықталады. Так, жаңағы тізеге парафин қоямыз. Кішкене ыстық болады. Имбирный парафин бұл аяқтағы тізедегі суықталады. Артрит, артроз, ревматизм қолдың тоже имбирный парафин жақсы көмектеседі. Қазір міне имбирный парафин қойдық. Қазір қыздырады, бұл жақсы қыздырады. Имбирный парафин. Варюшки бар, варюшки тіке бішкені. Қолмен бетіп, ішіне сұқсан кейледі. Все. Все, енді қыздырады, осылай жата бер. Тізеге қойдық, қолға қойдық, қақсап келген қолы қазір. Иншаллах, Аллахым шипасын берсе, тез жазылып кетеді, қақсаны басылады. Бұл кісіге комплекс бүгін екінші күн келді. Комплексіне ем жүргізіп жатырмыз. Аяқ қолына бәріне қақсаған артрит, артроз, ревматизмге. Бұл қолы көтере алмай, иығы көтере алмай келген. Иықтағы сарсуды шығарып жатырмыз. Көбінесе суық тиеді, одан кейін міне сарсу жиналады. Сүйек қақсап, қол көтертпей, иық көтертпей, киімдеріңізді кие алмай қиналып жүрсеңіздер, денеде иықтар сарсу болады. Өстіп шығарып береміз. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылғанда лайк басқанды ұмытпаңыздар. Қоңырауны басып, биздин видеоларды біріншілерден болып көріңіздер.